Самарқандта жатқан кім батыр дейсің? Айтып жүрші. Жалаңтөс Бахадыр. Жалаңтөс Бахадыр сол. Соны өзбектер таласады, қазақ десек. Қазақ кіші жүз әлім ғой, руы бар, орны бар адам. Әйтеке би жатыр сол жерде. Самарқандты басқарған Самарқанд. Сейітқұл әулие жатыр, Сейітқұл әулие. Әмір Темірдің кеңесшісі соны Ораз Ахун жатыр ол жерде. Самарқанда Регистан салдырған біздің әкелеріміз түгел. Там қазақ. Кім ескі? Жалаңтөс Бахадыр. Мына Регистандағы Тилла Кари мен Ширдор деген. Ширдор деген Арыстан деген. Арыстандың медресесіменен алтын Тилла Кари деген алтынмен апталған деген сөз. Сол екі медресені салдыртқан Жалаңтөс Бахадыр атамыз. Әмір Темір бір Регистан басқа бір несін салған, асылына көп құрылысын бәрі жасаған біздің аталарымыз. Регистан қолды бітірген. Әлімдер ме ар жағы ұрулары? Кіші жүз? Әлім, иә. Кіші жүз қазақ қой. Алшын? Әйтеке сонда жатыр. Көп әлімнің көп шалдар жатыр өзі. Біздің бүкіл... Көлі жатыр Ташкентте. Таласа береді, орнына шежесі ағанық ұрпағына дейін бар, тарабат қалды. Ру бар, жалаң деген ру бар бізде. Әлімнеше жалаң деген ру бар. Бірақ соны мойындамайды жаңағы өзбектер, бәрі өзбек деп. Әмір Темірдің өзі өзбек емес. Оның өзі қазақ дейді, біреулер Найманның ішінен Барлас тайпасынан шыққан дейді. Барлас тайпасынан шыққан дейді. Найманның ішінде бар Барлас тайпасы. Орда жүздегі. Кеттұға Найман. Әмір Темірдің Жошы ханға несі болған, бақсы бейімдеу болған. Сондай қазақта көп қой шыққан тұлғалар. Мына кешегі Мұқалай деп жүргендердің Мұқалай батыр деп атақты батырлардың бірі, сардарлардың бірі Шыңғысханның Жалайырдан шыққан мысалы. Біздің көптеген киелі қауымның барлығы Өзбекстан жерқта жатыр ғой қазір. Біздің жеріміз ғой. Біздің кетіп қалған жерлер ғой соған. Қытайдың ана Құлжа, Үрімші, Қазақ автономиялы деген жері бар ғой. Майбұлақ, бәрі қазақтың жері ғой. Сонда.